Достар, бүгін біз сурет салып көретін боламыз. Короче, қалай комментария бағаларын жазып, лайк басып, каналға және подписаться кнопкасын басып кетсеңіз болады. Сіз мықты болғыңыз келсе, жандағы қоңыраушаны басып кетіңіз, міндетті түрде. Сонда біздің видеоларды әрқашан ең бірінші болып көре аласыз. Достар, бірінші бізге не істеу керек? Бізге, достар, бірінші альбом, потом мынандай аквап неме керек, бояу, потом қаламсап, өшіргіш, қарындаш, карточкалар, потом бізге неме керек болады, циркул керек болады. Достар, циркул. Достар, ендеше біз видеомызды бастайық. Достар, ең бірінші бізге мына жерлерін нақыл қаламмен, мына жерлерін бірінші көк түске бояп алу керек. Бірақ көк түс дегенде аквап бояумен бояп, бірақ тым ашық қылып жатырсыңыздар. Себебі қай жасырсыздар, мен мысалға өзім ашық қылып қоям. Потом мына жерге циркулмен бір қай жер қойсыздар, өзім мен осындай ортасына қоям. Потом осы жерді дөңгелетіп сызып аламыз. Достар, енді қазір көреміз деп қойсаңыз. Енді бастаймыз. Достар, енді мінеки осындай қойып алдым. Короче, мінеки бұны дайындап болдым. Дөңгелек сыздым, және мына жерді боядым. Енді қазір мына бізде күн. Қазір мына жерлерге қарындашпен бұлттардың суретін салып қояйық. Потом арғай не істейтінімізді көрейік. Бірінші мына жерлерге сары түсті жолақпен және күн сары түспен бояп, мына жерлерін ашықтау қылып, не қылайық, кішкене бүйтіп шығардық, кішкене. Әдемі болсын, енді біз кеттік. Айтпақшы, сызғанда немесе оң жаққа қалай, сол жаққа қалайық. Сол кезде күніміз дөңгелек болса әдемі болып шығады. Бірақ сыртына шығарып алмаңыздар. Чуть-чуть өсіп деме қаламыз. Қазір мына жерлерін қазір дайындап болайық, сосын сіздерге көрсетемін. Достар, мінекей біздікі дайын болды. Короче, өстіп алған мына жерлерге бұлт салып, аспанды ашық көкпен бұдан да ашық қылуға тырысып көрейік. Достар, мына жерлерін ашық қыламыз. Потом жерлеріне қоюырақ қылып, көкжиек ұқсатып салып көреміз. Енді кеттік. Достар, мінекей біз көкжиек салдық. Мынау не десеңіздер болды. Және мінекей мынау немде қачым жерлері бояу таңып кетті. Енді абайлаңыздар, мен бояу қатты сіңіп кетті. Бұл жерім қазір қайтып жерлеуге болады. Просто мұнары қазір кепсін. Потом мұндай қателікке кетіп жатса, қайттан бояуға болады. Достар, енді бізге не істеуге болады? Достар, короче, сіздерге қарындаш демесе, сол немене қазір көрсетейін сіздерге. Достар, енді мінеке әп-әдемі сурет. Енді біз кішкене біраз өзгеріс енгізу үшін мына жерлерге кішкене құс салып жіберейік. Достар, енді қазір күте тұрыңыздар. Достар, мінеке мына жерлерге құс салып қойдық. Короче, осымен суретіміз аяқталды. Достар, мінеке кеш деген неме. Достар, осымен видеоның соңы. Достар, осындай видеолар шықсын десеңіздер, лайк басып, комментарияға жазып кетіңіздер. Достар, видеосымен аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Қадық 777